Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Лейла, Қазақ математика академиясында. Бүгін біз Әбу-Насыр әл-Фарабидің қанатты сөзінен бастап, ондық бөлшекті жай бөлшекке, ал жай бөлшекті ондық бөлшекке қалай айналдыру керектігін үйренеміз. Ең бірінші, ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазу үшін не істеуіміз керек, соны қарастырайық. Біз кез келген бір ондық бөлшекті алатын болсақ, ол ондық бөлшектің алдында үтірі бар бір сан тұрады, үтірдің алдында бірнеше сан тұрады және үтірден кейін бірнеше сандар тұрады. Үтірге дейінгі цифрлардың жай бөлшектің бүтін бөлігіне жазу керек. Бізде барлық жерде 0 болып тұрғандықтан біз елестетіп көрейік, бұл 2,3 дейік. 2,3-ті 2 бүтін деп жазып қоямыз да, сосын ар жағынан осындай бөлшек сызықты қойып қоямыз. Сол сияқты 0 тұрса, 0-ді жазбаймыз, тек қана бөлшек сызықты дайындап қойып қояды екенбіз, болды. Ал енді келесі біз үтірден кейінгі цифрларды, яғни ондық таңбаларды жай бөлшектің алымына жазу керектігін ұмытпауымыз керек. Яғни 0 бүтін болып тұрса, онда біз жай ғана алымына 3 деп жазып қоямыз. 0 бүтін болып тұрса, ештеңе мұнда жазбаймын да, 0,1-ді жай ғана 1 деп жаза салуға болады. 0,121-ді 21 деп алымына жазып қоямыз. 101 деп мына үстіне ғана жаза саламыз, болды, басқа ештеңе керек жоқ. Бірақ та осы бөлшектердің астына, яғни бөліміне не жазу керек? Оларды көру үшін, оларға не салу керек білу үшін біз мынандай ереже қолданамыз. Жай бөлшектің бөліміне бір цифры және үтірден кейін неше цифр болса, сонша нөлдер тіркеліп жазылады. Яғни және біз 3-ті дайындап қойып едік. Енді астына 1 деп жаз қоямын да, үтірден кейін бірақ цифр тұр ғой. Сондықтан бірақ 0 қоямын. Немесе мына жерде бірақ цифр ғой. Сол бірақ цифр ғой. Ал енді мына жерге қараймыз. 0 үтір 0,1. Яғни біз 1-ді жазып қойдық. Енді астына 1 тіркеп қоямыз да, неше цифр тұр үтірден кейін? 1, 2. Сонда 2, 0 тіркеп қояды екенбіз. Енді келесісі. Мына жерде де бүтіні жоқ, сондықтан біз үстіне, яғни алымына 21 дейміз де, үтірден кейін 2 сан тұрса, онда 1 дейміз де 2 0 қоямыз. Ал егер 3 сан болса, онда біз 3 0 қояды екенбіз. Сол сияқты 813-ті де сөйтіп жазып қоямыз. Ал енді бізге кез келген бір жай бөлшектер берсе, оны ондық бөлшекке айналдыр деп сұраса, қалай есептейміз? Жай бөлшектің ол үшін бөлімін 10, 100, 1000, тағы да сондай сияқты сандардың біреуіне келтіру керек. Ал сосын оны ондық бөлшек түрінде жазамыз. Естеріңізде болар, біз егерде кез келген бір жай бөлшекті алайық, мысалға 2-ден 1 деген. Осыдан басқа бөлшек ойлап табуға болатын, осыған тең. Ол үшін біз астын, яғни бөлімін де, алымын да 1-1 санға көбейтетінбіз. Енді 2-ден 10 шығу үшін нешеге көбейтуім керек? 2-ні 5-ке көбейтсем 10 болады, яғни үстінде 5-ке көбейтуім керек. 5-ті 1-ге көбейтсем 5 болады. Сонда 10-нан 5 екен. 10-нан 5. Бүтін бөлігі жоқ, 0 деймін де үтір қоямын. 0 бүтін, 10-нан 5. Жай ғана алымын өйстіп үтірден кейін қоя саламын. Болды. Сонда біз жаңа ғана бұрында өткен жай бөлшектің қасиетін қолдандық. Яғни алымында бөлімінде бір санға көбейтсек, оның теңдігі өзгермейді, сол түрі басқаша сан шыққанымен, ол тура сол санның өзі болып шығады екен. Тағы да мысал келтірейік. Мысалы, 20-дан 3 дейік. Осыдан қалай біз ондық бөлшек жасаймыз? 20-ны нешеге көбейтсем 10 шығады. 10 кішірек сан, сондықтан 10-ды алмайым, 100 деп алайын. 20-ны нешеге көбейтсем 100 шығады. Сол санды мұнда да көбейту керек. Немесе керісінше ойлайық. 100-ді 20-ға бөлсем неше болады? 5. 5-ті 3-ке көбейтсем 15 деймін. Сонда 100-ден 15. Бұл да 0 бүтін 100-ден 15 болып өстіп саналып кетеді екен. Бірақ та кейбір бөлшектер ешқашан ондық бөлшек болып шыға алмайды екен. Ол бөлшектерді жаттап алу мүмкін емес. Мысалы, 3-тен 2. Қайсы санға 3-ті көбейтсен де, ешқашан 10-да ала алмаймыз, 100-де ала алмаймыз, 1000-да ала алмаймыз, және тағы да сондай сияқты. Сондықтан бізге қазір лайфхак уақыты керек. Егерде
Жай бөлшектің бөлімінің көбейткіштері 2 мен 5 немесе 2 не 5 деген сандардан тұрса, онда ол сан ондық бола алады. Мысал қараңыздар. Сіздерге айтсақ, 1,7 деген сан, кешіріңіз, 7-тен 1 деген сан ондық бөлшек бола ала ма дейді. Сіздер мына бөліміне қарайсыздар. 7 ол 1 мен 7-нің көбейтіндісі. Егер де ол 2 немесе 5-тен тұрмаса, онда бұл ондық бөлшек бола алмайды екен. Ал енді келесі, мысалғы 3 бөлінген 4-тек, яғни 4-тен 3. Астындағы бөліміне қараймыз. Бөлім 4 дегеніміз 2-ге 2-ні көбейткен тең, 2 ішінде бар болса, немесе 5 бар болса, немесе тек қана 2, тек қана 5 болса, онда бұл бөлшектен ондық бөлшек құрастыруға болады. 4-тен 100 жасау үшін оны 25-ке көбейту керек. Сол 25-ті 3-ке де көбейтсек 75 болады. Сонда 100-ден 75, 0,175 болады екен. Мысалы, тағы да бір сан, 1 бөлінген 15 дейік. 15-тен 100 мың деген шыға ма? Оны қалай білеміз? 15 ол 5 пен 3-тің көбейтіндісі. 5 болады, егер де 5 бар болса жақсы, бірақ та мынаның ішінде тағы да 3 тұр. 3 деген сан, мына 2 сан ешқайсына жатпайды, сондықтан да бұдан ешқашан 100-де, 1000-да және де ары қарай сандар шықпайды екен, сондықтан бұдан біз ондық бөлшек жасай алмайды екенбіз. Жай ғана естеріңізде ұстап отырыңыздар. Қандай да бір бөлімді қарастырып отырсаңыз, ол 2-ге 5-ке бөлінетін сандар ма, соны тексере саласыз, сосын болды. Яғни, оның бөлімдері қысқаша айтқанда 2-ге, 4-ге, 5-ге, 20-ға, 25-ке, 50-ге, 125-ке бітсе, онда осы жай бөлшектерді ондық бөлшек түрінде жазуға болады. Бұл көп информация болып кетті, сондықтан есепке кірісіп, осы алған ақпаратты біз кәдімгідей қолданайық. Жаңағыдай, ондық бөлшек түрінде жазуға болатын жай бөлшектерді теріп жазыңдар. Оларды ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Яғни ең бірінші бізге айтады, қайсысы ондық бөлшек болады, соны бірінші теріп жазып алыңдар дейді. Ал теріп жазайық. 2-ден ондық бөлшек жасауға болады, себебі 2 ол жай ғана 2-ден тұрады. Естеріңізге сал кетейік, егер де көбейткіштері 2 мен 5 немесе 2 жай ғана, немесе тек қана 5-тен тұрса, онда бұны алуға болады. 5-тен ғана тұрады, алуға болады. 6 ол 2 мен 3-тің көбейтіндісі. 3 деген сан 2 мен 5-ке ұқсамайды ғой, сондықтан біз бұны ала алмаймыз. 7 1 мен 7-нің көбейтіндісі, бұл да келмейді. 10 өз атынан айтып тұр, 10-нан 3, 0,3 болады. 15-тің көбейткіштері 3 пен 5-ке тең. 3 деген сан тұрғандықтан, ал бірақ 5-іміз бар болса да 3 мұнан бәрін құртып тұр, сондықтан біз бұны ала алмаймыз. 20 бізде 10 мен 2-нің көбейтіндісі, 10 бізде арғарай бөлінеді 5 пен 2-ге. Бұл мұна қайталанып тұрған сандар ғой, 5 пен 2. Яғни біз бұны ала аламыз деген сөз. Өйткені 20-ны кейін 5-ке көбейтетін болса, онда 100 шығады, ал 100 болып шыққан бөлімдер бізде ондық бөлшек болып саналады екен, 22-ден 5 келмейді, себебі 22 ол 2 мен 11-дің көбейтіндісі, 25 5 пен 5-дің көбейтіндісі, яғни бұл келе береді, себебі көбейткіштері тек қана 5-терден құралып тұр, ал 50 дегеніміз 5 пен 10 ары қарай қысқарады, 5 пен 2-ге, сонда 5, 2 деген сандар қайталанып тұр, бұны алуға болады екен. Енді осы сандарды қалай біз ондық бөлшек түрінде жазамыз? Ол үшін біз бірінші санды алайық, 2-ден 1 дейміз, сосын 2-ні 10 қылып жасауға болады. 10-ды 2-ке бөлсем 5, 5-ті 1-ге бөлсем, 5-ті 1-ге көбейтсем, сосын 5 болады екен. Қайтадан тағы да жасап көрейік. Бұны ары қарай 0,5 деп жазып қоюға болады. 2 бөлінген 5 тең болады. Мына жерден 10 алуға болады. 10-ды 5-ке бөлсем 2, 2-ні 2-ге көбейтсем 4 болады екен. Сонда бүтін сөз 0,10-нан 4 екен.
Ал келесі 10-3. 10-3-тің аты өзі айтып тұр 0,3 екен. Тағы да көрейік. 20-дан 9 тең болады. 20-ны нешеге көбейтсем 10 аламын. Ештеңені емес, сондықтан 100-ді көрейік. 100-ді 20-ға бөлсем 5-тен болады. Сонда 5-ті 9-ға көбейтсем 45 болады. Оңай, ал сосын ана 0,100-ден 45 деп жаза саламыз. 8 бөлінген 25 тең болады. 25-тен 100 шығару үшін біз оны 4-ке көбейтуіміз керек, астында үстінде. Сонда мына жерде 100 шықса, үстінде 8-ге 4-ті көбейтсем 32 болады. Бұны қысқаша 0,100-ден 32 деп жазып қоямыз. Тағы не қалды? 50-ден 13 екен. 50-ден 13 тең болады. 100 шығарамыз. 100-ді 50-ге бөлсем 2, 2-ні 13-ке көбейтсем 26 болады. Сонда 0,100-ден 26 болады екен. Мына бүкіл есептерді шығарып тастадық қой. Ал жарайды. Мына есептердің кейбіреуін ғана қарастырайық. Нөмір 738 бөлшектердің бөлімін 10 санына келтіріп, ондық бөлшек түрінде жазыңдар дейді. Бұл жерде біз қайтеміз? Бір кез келген санды ала салайық. Мысалғы 7 бөлінген 5 дейді. Біз көріп тұрғандай бұл дұрыс емес, яғни бұрыс бөлшек. Бұрыс бөлшекті көрсем, әрқашан дұрыс бөлшекке айналдырып жүру керек. 7-ні 5-ке бөлсем 1, жерге 5 қоям, 5-ке 1-ді көбейтсем 5, 5-тен 7-ні азайтам 2 болады. Енді осыны бөлімін 10-ға келтірейік. 10-ға келтіру үшін біз астын, яғни бөлімін де, алымын да 2-ке көбейтуіміз керек. Сонда мына жерде 10 болады. 10-ды 5-ке бөлсем 2 ғой, 2-ні 2-ке көбейтсем 4 болады. Сонда 1,10-4. 1,10-4. Оңай, Тағы да біреуін көрейік. Мысалы 25-тен 7 дейік. 25-тен 7. Оның бөлімін бізге 100 санына келтіру керек дейді. 25-ді нешеге көбейтсем 100 болады. Немесе 100-ді 25-ке бөлсем неше болады? Сол санды мұнда көбейту керек. 100-ді 25-ке бөлсем 4, 4-ті 7-ге көбейтсем 28 болады. Сонда 100-ден 28. 0,100-ден 28 болады екен. Сол сияқты келесілерін де сөйтіп жасай береміз. Мысалға, 9 бөлінген 500-ден бізге 1000 санына келтіру керек дейді бөлімін. 500-ді 2-ке көбейтсем ғана 1000 болады, сондықтан мен астында үстінде 2-ке көбейтсем 18 бөлінген 100 болады. Оны тең болады 0,1 деймін де. Енді қараңыздар. Мына жерде 2 орын тұр. 1, 2, 1, 2. Қанша 0 орынсыз қалып тұр? Бірақ 0. Сол 1-0-ді осында жазып қоямын да 18 деп белгілеймін. Осымен келесі ең соңғы есеп ол былай болады. Аралас сандар берілген. Енді осыны ондық бөлшектерге келтіріңдер дейді. Яғни өзіңіз білесіз. Бөлімін 10 қылдырасыз ба, 100 ба, 1000 ба, өзіңіз қарайсыз. Мысалы, мына жерде 4 болса, мен білем. 4-ті де, 1-ді де 25-ке көбейтіп, мен 2 бүтін, мына жерде неше шығады деп ойлайсыздар? 2,25 бөлінген 100 болушы еді, сонда 2,100-ден 25 шығады екен. 5,2-ден 1. 5,2-ден 1-ден жақсы бір ондық бөлшек шығу үшін мен алымында, бөлімінде 5-ке көбейтейін. 5-ке көбейтсек, мына жерде 10 болады, ал мына жерде 5 болады. Сонда мұны басқаша 5 бүтін қоямыз да, жай ғана 5-ін жазып қоямыз. Сонда 5 бүтін 10-5 болады. Сол сияқты ары қарай, мына жерді өзіңіз шығарып көріңіздер. Бүгінгі тақырыптың түйінін қарастырайық. Кез келген ондық бөлшекті жай бөлшек түрінде жазуға болады екен. Немесе аралас сан түрінде жазуға болады екен. Бірақ та біз кез келген жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жаза алмаймыз, Екіншісі, бөлімі 2-ге және 5-ге, 2-ге немесе 5-ге ғана еселік болатын жай бөлшекті аралас санды ондық бөлшек түрінде жазуға болады. 25 ол 5 пен 5-тің еселігі. 20 ол мысалға 4 пен 5-тің еселігі, яғни 2 мен 2-нің 5-тің. Сол үшін ғана олардан қайтадан ондық бөлшек жасалынып тұр екен.
және де осындай 35-тен 2, 6-дан 5, 21-ден 4 деген сияқты жай бөлшектерін ондық бөлшек түрінде жазуға болмайды. Себебі 35 деп мына бөлімге қарап отырсақ, ол 5 пен 7-нің көбейтіндісі. Сондықтан олардың бөлімдері 2 және 5-тен басқа сандарға еселік болғандықтан, біз оларды ешқашан ондық бөлшекке келтіре алмайды екенбіз. Көргендеріңізге рахмет, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер.